Şäkde oturganda sol jan-jagıma bulay qarasam, қазақша сөйлөгөндөр бар. Bir вакытта музыка койду. Домбуранын дыбыс ушкучтун ичинде. Бул дүйнөдө болмаган нерсе. Менин жүргөн жерлеримде болмаган нерсе. Ауылға туған барып қайт, шалғынға аунап, құмында ойнақ салып қайт. Өр болып келер біз жақтың азаматтары, намысты соның көкірегінде жанып қайт. Барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Делесі делі шөгілден мидай далама, арала бәрін қалдырмай балам, арала. Шомыла барсаң байқарсың күміс көліңе, іздерім жатқан секілді менің жағада. Арала бәрін, орман ба тау ма дала ма. Ата-бабаларымыз Шығыс Қазақстаннан шықты деп естиміз. Менің аталарым Әлкенбай, Төлебай деген кісілер болған. Бұл кісілер ел сұраған, би болған, бастық болған кісілер. Менің әкемнің аты Кәбен. Ол кісі кітаптар жазған, бірақ енді басылып шығылмаған. Үйде әлі бір бар о кітаптардың барлығы. Ол кісі қажыға барып келген. Сондықтан Қажы Кәбен деп біледі ол кісіні. Өзі күрескен екен, көп балуан болған кісі екен. Шығыс Қазақстаннан Қытай жағына барып, Баркөл деген жерге барып, орнасып, ол жерден көш бастаған ғой. Көш бастап, мына Алтай тауларын өтіп, Гималаядарды өтіп, шөлдерді өтіп, мыңдаған қазақ жолда қырылған. Бұл енді үлкен тарих болып та есептеледі. Одан төбетті асып, Үндістанға, кейбір Пакистанға барған. Ол жерде бір көп тұрғандар да болған енді, қазақтардан 10 шақты жыл тұрғандар да болған. Біздің ауыл онша көп тұрмаған екен, Түркияға барған. Түркияға барғаннан кейін Түркия бізді қабылдап, бауырларымыз деп, қандасымыз деп келген қазақтарға үй берген, жер берген, жардам берген. Осы күнде тұрмысымыз Германияда, ауылымыз Түркияда, Қазақ кент деген қаламыз бар. Еуропада тұратын туыстарымыз құда болып қыз алып қыз беріскенде, сол ауылға барып тойдарын істейді. Енді біз шетелде жүріп Түркияның сыртында дейік. Еуропада, мисал Мюнхенде, Көлінде, сондай жерлерде өлім болатын болса, сол өлімді жерге қоймай алып кетеді. Түркияға апарып, жаназасын оқып, бірақ қояды. Осы Шоқан бабамыз жатыр. Мынау тастың өзінің оригиналы музейде жатыр. 1970-те Тайванға кеткен, Қытайға. Ол жерде оқыған, қытайша үйренген. Барған кезде менімен бірге болғанда қазақтың жігіттері бар. Қытайша үйрендік, оның мектепке түстік, жоғары мектеп, университет сол жерде оқыдық.
Бул сиздерге көрсөтүп жүргөн спортту биз сол жакта үйрөндүк. Тайванда болдум, Кореяда болдум, Жапанда болдум, Гонконгдо болдук. Сингапур енді былайынан Асия жагында көптөгөн жерде болдум. Assalamualaikum. Qadrli iгі жақсы жамағат. Taekwondo енді мен қысқа сізге бір айтып өтейін қандай неменесі дейді. Те деген аяқ деген сөз. Куон дейді, жұдырықты куон дейді. До енді бұның енді мағынасы өте үлкен. До рух дейді, до жол дейді, до дисциплин дейді енді. Енді бұның неменесі өте көп. Солында қосқанда жұдырықтың, аяқтың, рухтың, тәрбиенің, әр нәрсесінің жолы болады енді. Taekwondo бұрын 2000 жыл бұрын Кореяда шыққан екен. Кешегі аласапыраңда ұзақ алыс елге барып, қара балапаным, қай уақытта қазақтың қуанышы бол, қауырсының сынбасын, қанатың қайрылмасын. Апа, көп рахмет сізге. Мектеп ашпадан бұрын маған үйреткен ұстаздарымдың мектептерінде үйреткен. Сонда 4-ші данды 1977 алған едім. Онан кейін сол алғаш Германияға келдік, ол жерде үйленіп, маған үйреткен кісінің атын салып аштым. Оны маған қанша жыл үйретті ғой. Оған бір рахмет айту. Ол кісінің атын сол жаққа алып бару деген. Мектептің атын Хоң деп қойған. Менің ұстазымның аты Хоңсаң не дейтін кісі болатын. Кореялық өзі. Енді оның үлкен мұғалімі ол кісі Парк Иман деген дүниеде жалғыз адам енді. Сол кісілерден үйрендік. Мюнхенде ашқан мектептен кейін Түркияда, Истанбулда бір мектеп аштық. Ол Истанбулда біздің қазақтар тұратын жерде. Ал енді Қазақстанда міне мектептер ашып жатырмыз. Бұл мектепті осы жердегі өз бауырларым үйренсін деген ниетпен бірінші ниетіміз осы. Осы жерде Бексейіт деген азамат басқарады оны. Бізде уақытымыз болғанда кеп тұрамыз, жиі кеп. Осы жерден сол жақсы спортшыларды алып кетіп, ана жақтағы мектепке үйренетін қып сөйтіп қоямыз. Он был построен на могиле основателя династии Караханидов Садык Багда Карахана. В каком году? В XI веке. Он лишь Юзеланда курулду на могиле Карахана. Основателя династии Караханидов Садык Багда Карахана. Перед смертью собрал он своих верных джигитов и попросил, чтобы похоронили его на высоком глиняном холме, откуда можно было бы видеть мавзолей Айша Биби. Ölen vakti Cigar kendi demiş ki beni büyük Olur dep qanday suraydın edim şaylauды. Sıvаған үшін bir qozu sonda байлаулы.
Ат келіп арғымақ тартар ағайын, алтынды серлі ер тұрмандар сайлаулы, жайлаулы, қайтарсың өзің көзіңмен көріп жайлауды. Ауылың жайлы қиялыңменен елессің, айналып шында ғажайып күйге енерсің. Атаң мен марқұм бабаңның сонда бейті, соға кел қалған елемей кетті-ау демесін, соға кел қалған елемей кетті-ау демесін. Басына барсаң, түс ауып кетпей ерте бар, қасыңа балам жөн білер біреу ерте бар. Атымнан менің топырақ таста иілі, әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар, шерте бар. Сағыныш деген бөлекше бір жері бар. Сағыныштың. Көптеген енді ұлттар іздейтін нәрселер бар. Ондай енді дүнияның өмедерін іздейді. Енді қазақ көбінен туыс іздейді. Елін іздейді. Сіздер әзір елдің ішінде, ауылдың ішінде жүрсіздер. Сіздер мүмкін біз ұқсап сағынбайсыздар. Біздер енді шетелде жүрміз. Кейде ойлайсыз, мен барлығының елі бар, менің елім қайда деп. Шетелде жүрген қазақтар санымыз аз ғой, жоғалып кетуіміз мүмкін. Сондықтан біздің ақсақалдарымыз қазақтың әдеттерін, тілін, дінін ұмытпасын деп үйде қазақша сөйлейміз. Қазақтың үлкен деген тарихы болған. Сол тарихымызды ұрпақтар бұны білу үшін айырған. Мисал, орта жүздің ішінде Найманның ішінде Бәйжігіт, Бәйжігіттің ішінде Мәмбет дейді. Бұларды үйреткен бізге әкелеріміз. Бірақ біз бәріміз қазақпыз. Ал енді өшірі келгеннен кейін мен бір кей нәрселерді көріп қалдым. Ренжімесеңіз мен айтайын. Мен енді көшелерде жүріп араладым. Маған көптеген бауырларым келді. Олармен кездесіп, сөйлесіп сөйттік. Сонда көптеген бауырларым тіл білмейді екен. Біз тіл білмейміз деп жүрсек, біз өз елімізге келіп Қазақстанда тіл үйренеміз деп жүрсек, осы жердегі жігіттер, осы жердегі баладар тілден айырылып қалды. Біз кімден үйренеміз? Сондықтан тіл өте күшті нәрсе. Ел жоғалу үшін алдымен тілі жоғалту керек. Онан кейін дінді жоғалту керек. Енді біз дінімізді жоғалтып алсақ, біз Құдайды танымасақ, біз әлхамдулилля мұсылманбыз дейміз ғой. Енді мұсылманның шарттары болады. Оларды білмесек, біз онда әкемізді, шешемізді сыйламаймыз. Біз жанымызда жүрген жолдасымызды сыйламаймыз. Біз онда елімізді сыйламаймыз. Әдетте жоғалса, атада жоғалды деген сөз. Тіл, дін, әдеттеріміз бір болу керек. Бізден кейін келетін кішкене ұрпақтар өсіп, оларда кінә жоқ.
хабарда салмай жүргенде, бір-бірімізді таба алмай сөйтіп жүрген кездерде біздің ақсақалдарымыз жылайтын. Енді кейбір ақсақалдарымыз сол көрсетпейді жылайтын. Сонда алғаш рет менің өз ағам болады, Мансур Тайжы деген кісі. Бұл кісі Қытай жағына барып, бұл жердегі елімізді, жерімізді тапқан еді. Сонан кейін бір барып келінгеннен кейін ел табылды деп хабар келді. Хабар келгенде сол шетелде жүрген елдер чуылдап, сол бір кішкене келген кассетені, алып келген кассетені, бір дыбысты, ол менің туысым ба емес пе деп, оны емес, сол елдің хабарын алайық деп, сол барлығы сол жерге барып, таңертең отырады, әгі тағы сала береді, жүргізе береді әгіні. Сол бір қанша күннің ішіне бұзылып та қалды. Оны тыңдай алмаған үлкен апаларымыз жылап. Мансур ағам талай барды, талай кісілердің туыстарын тапты. Ертелі кешті қуалай бермей ойынды, бірауық балам арманға жүздір ойыңды. Көпшілік көзі сынағыш келер мұндайда, абайлап басып түзетіп ұста бойыңды, абайлап басып түзетіп ұста бойыңды. Барқай балам, ауылға барқай, шалғында ауна, құмында ойнақ салғай. Біз жақтың қызы ибалы келер, құлының жарық етіп жанып, жанарын шоқ боп қарықпай. Барқай балам, ауылына туған барқай.
Keşke alış sapranda uzak alış yerge barıp Karabalapanım kay vakta Kazaktın kuanışı bol kavursunun sınbasın kanatın kayrılmasın. Meni onşalik endi ulkan көтерүүнүн кажети жок, себеби улуу казактын бир жаман кара баласынын биримин. Бұл азаматты бүкіл мұсылман әлемі Мұстафа Өзтүрік деп біледі. Бұл азаматты Корейдің таеквондо өнерінің тәңірінің бірі деп қабылдайды. Бұл азаматты әлемдегі жұлдызы жоғары, табиғатынан талантты, жүрегі жарқын, жайсаң жігіт деп біледі. Ол өзін үлкен қазақтың қарапайым қара баласымын деп есептейді. Сіздердің алдарыңызда аңсап жеткен арманынан жаңылмаған қазақтың қара баласы, әлем спортындағы жарық жұлдыздың бірі Мұстафа Өзтүрік. Мысалы, әрқайсымыз өзімізге бір сұрақ қоятынымыз анық қой. Осы мен кіммін өмірде деп. Айналайын, Серік бауырым. 100 мың, 1 миллион Мұстафа Өзтүрік қосылса, бір абай болмайды. Бір абай болмайды, бір абайдың орнын ала алмайды. Мұстафа Өзтүрік деген кім? Бір ұлы қазақтың бір жаман баласы, сен сияқты. Мені оншалық енді үлкен көтерудің қажеті жоқ, себебі ұлы қазақтың бір жаман қара баласының бірімін. Мен ойлаймын, спортта бір саясаттың жалғасы. Себебі көптеген мемлекеттер спорт арқылы өздерінің пропагандаларын істеп, өздерінің мемлекеттерінің рекламдарын жасап, өзі ұлттарын танытып жатыр. Нәріне таеквондо дегенде, мысалы, қазіргі уақытта мені талай газеттер жазған, талай интервьюлер алынған. Оның ішінде айтылған, жалпы дүниедегі мұсылмандардың ішінде 6-дан алған жалғыз Мұстафа Өзтүрік деп. Ал Мұстафа Өзтүрік кім? Мұстафа Өзтүрік ұлы қазақтың бір жаман баласы. Егер жақсы бір баласы болсам мен, онда біраз жұмыс істер едім. Бірақ әгі ауылда жүрген кезде кейбір ауылдың балалары жүгіріп келеді. Мен аға балам, мен Мұстафа Өзтүрік болам, анау мынау деп, сол енді кішкентай балалар мені жақсы көреді ғой. Мен айтамын да, сендер Мұстафа Өзтүрік болмаңдар. Сендер ғалым болыңдар. Сендер жазушы болыңдар. Сендер ақын болыңдар. Сендер философ болыңдар. Ол мен ең оңайын тапқамда. Ең оңай деген былай қара күш, енді былайын айтқанда. Чемпион болу оңай, бірақ адам болу қиын. Оңай емес. Мысалы, былайынан қарасақ, бір Брюс Ли, оны енді білмейтін адам жоқ деп ойлаймын. Брюс Лимен біз бірге болдық, бірге таныстық, бірге тренинг жасадық, жаттық, бірге жаттықтық кезінде. Оның істеген қызметі, ол тек қана спортшының несі емес. Ол, мысалы, айтқанда Брюс Ли әлем чемпионы болған жоқ. Бірақ әлемдердің ішінде қанша әлем бар. Менің өзі білуім бойынша Брюс Лидің істеп кеткен қызметі өте үлкен. Ал кімге қызмет істеді? Әлемдегі жастарға емес, әлемдегі келешектегі спортшыларға емес. Брюс Ли еліне қызмет істеп кетті. Егер сен еліңе қызмет істей алсаң, егер сен мен елім осындай қызмет істедім дей алсаң, оның ішінде көре алсаң, онда сен азаматсың.
Айтады, жарайды, Мустафа Өзтүрк ана ұлттың туының астында шықты, мына ұлттың туының астында шықты. Бірақ мен өзі ұлтымның туының астында шыққан жоқпын ғой. Ешқашан ол маған берілмеген. Мен басқа мемлекеттердің атын көтере беріп. Ал ар жағында менің тарихшамда айтқанда айтылған Мустафа Өзтүрк қазақтың баласы деген деп айтылған мысалы. Ол маған жеткілікті емес, жетпейді. Сондықтан мен өз елімді танытуым үшін не істеуім керек болды. Өз елімді танытуым үшін сондай жағдайларға кіріп, бір misal кино арқалы, bir misal журнал арқалы, bir misal әйтеуір бірдемелер істеп, өз ұлтымды таныстыруым керек болды. Танытуым керек болды. Сонда бұл Түркияның фильм жасайтын фирмалары маған киноға түс деді. Жарайды деді, мен түсем киноға. Олар айтты, бірақ біз сенімен алдын ала 3 киноға контракт жасаймыз. Бұл 3 киноның ішінде сен ойнайсың, сенің ақшаңды береміз, өйтеміз, бүйтеміз. Мен айттым, 3 киноға түсем, жарайды. Қазір контракт жасаймыз. Оның ішінде біреуінің сценарийсін өзім жазам деді. Verin eşyanızı taşıyın. Verin. Hay Allah, ne deneyecekti? Aman geldiniz. Aman geldik. Ama ben seni tanımıyorum. İstanbul'a geleceğimi de kimseye bildirmemiştim. Eyvah, çanta. Çantanız. Ne? Çanta? Pasaportum. Paralarım. Gideceğim yerin adresi. Nereye giriyorsun lan? Çıksana! Ulan bilmiyorsun, karıştırıyorsun. Oy, parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana dolanayım, oy Emine. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Ben sana dolanayım, oy Emine. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Seni çok seviyorum. Көрмесем жарты сағат тұрылмау, şimdi yaparamau, gittim ekene ködür. Ya şu garip hep bize bakıyor. Bir derdi mi var acaba? Ha? Hiç de garibe benzer tarafı yok. Olsa hapçı olur. Belki de turist. Ya o halde mangor sigarası vardır onda. Kuru da olabilir. Bir yoklayalım mı çocuklar? Canım önce soframıza davet edelim. Tamam oldu. Vay be, hale bak ya. Mr. Japon turist, how are you? Püf, sigaret. Kuru da olsa makbulümdür. Sigaram yok. Kullanmıyorum. Ulan boş kafa. Herifin künyesini Japonca yazdırdın. Beni yanılttın. Neyse. Biri yer, biri bakar.
Kıyamet ondan kopar demişler. Uç lan biraz da kıyameti uzatalım. Yani demek istedim ki biraz mangır ver. Nevale alalım. İstersen sen de bizi avdet eyle, kafamızı bulalım. Ne dur ulan bu? Dilenciyi mi salıyorsun başından? Şu deponun kapısını aç bakalım. Dokunma ona. Vay be, benden kıymetli mi bu beret? Aç bakalım neler var, yoksa ben açarım. Ne bakıyorsunuz lan? Yakalayın şu Japon malını. Üzerime gelmeyin. Ben sporcuyum. Sporunu sevsinler senin. Umarım kart da gösterirsin şimdi bize, değil mi? Biz öyle karateci kartı gösterenleri çok gördük oğlum. Geçenlerde bizim Somer'le Hikmet de birer kart göstermişlerdi. Elimizden paçayı zor kurtardılar. Uydu. Kusura bakmayın. Sol Alatay'dың несінде қазақ жігіті болып ойнадым. Ал оның ішінде қазақтың домбырасы берілді. Қазақтың ұлттық киімі берілді. Қазақтың билері берілді мысалы. Бірінші рет. Бірінші рет. Қазақстанда қанша мысалы кино түсіп жатыр, қанша нелер бар енді біздің музыкамызда бай, былай айтқанда біздің тарихымызда белгілі. Ал батысқа елге берілетін ешқандай бір себеп болған жоқ. Ал бір себеп болу керек. Сондықтан мен ойладым. Мен егер Брюс Лидің артында жүрейін деген жоқпын. Брюс Ли сияқты киноның артында беріп жүрейін деген жоқпын. Басқа бір мүмкіншілік болмады. Сонымен сол киноға түстік. Ол кино өзің білесің, Қамажай деген біздің атақты биіміз бар, әніміз бар, музыкамыз бар дегендей. Мұсекең тек қана спортшы емес, ол киноактер да. Елін сүйген азамат киноға түскен кезде де кеудесіндегі ең үлкен махаббат отын қолында ұстап жүріпті. Мұсекең басты рөлді ойнаған Алатай фильмі жайлы көрермендер мен оқырмандар жақсы біледі, бірақ сол фильмді көргендер аз. Біз қазір сіздерге сол Алатай фильмнен үзінділер көрсетіп отырмыз. Бұл кинодағы ерекшелік, фильм Қамажай биімен басталып, Қамажаймен аяқталады. Фильмнің өн бойында да кейіпкердің қиялы осы Қамажай арқылы өрістеп жалғасады. Сонау шетелде жүріп, өзін өзі спорт арқылы дәлелдеген азаматтың бұлай өз махаббатын қалай да болса үлкен экранға алып шығуы фильмді көрген адамды тәнті етеді. Бұл фильмде де Мұстафа Өзтүрік жоқ. Бұл фильмде сағыныш толы жүректі қазақтың қара баласы бар. Өйткені бұл жігітте немі сағынышқа толып жүретін үлкен жүрек бар. Ол тағы да үлкен фильмге түспекші. Ондағы мақсаты тағы да сол, еліме бір себім тисе дейді де. Қазақстанға алғаш келген кезде мен ойладым. Мен барғанмен бекер бармауым керек. Бірдемелер істеуім керек, енді бір аз да болса қызметтер істеуім керек. Сонымен өз шәкірттерім дайындадым да, журналистермен байланысып, 2 журналист ертіп келуімге дұрыс болды. Себебі ол журналистер Қазақстан о кезде жабық, ешкім келмеген, ешкім жаза алмаған, ешкім еш нәрсе білмейді. Сол журналистер арқылы газеттер, прессе жағы біздің мемлекетімізді жазса, біздің ұлтымызды жазса, біздің мемлекетіміздің қалай әдем болғанын, біздің ұлтымыздың қандай қонақты қалай сыйлайтынын жазса деп ертіп келген. Сол кезде біздің президентіміз мені қабылдады. Қабылдаған кезде сол журналистерді мен ертіп бардым да. Нұрсұлтан ағамыз
илгеріне есебін жасап, илгеріні көріп, қандай болатынын біліп, бұл журналистерге былай деп айтты. Мен деп сөйтті, бауырым Тұрғыт Өзалды, Түркияның президентін шақырамын деді. Біздің елімізге келсін. А мені шақырса мен барамын. Біз қайтып барғаннан кейін бір газет 8 күн жазды, бір газет 7 күн жазды. Ал оның сыртында барлық газеттерге берілді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бауыры Тұрғыт Өзалды шақырып жатыр деді. Газеттердің бәрінде шықты. Бәрінде шыққан кезде себебі енді түрк деген халық бізге жақын. Түбіміз, тұқымымыз бір, тіліміз бір, дініміз бір, былайын айтқанда. Сонымен бір қанша уақыттан кейін Тұрғыт Өзал жетіп келді. Біздің елімізге келді. Елімізге келгеннен кейін екі елдің арасы бір-біріне байланысты кетті. Қайтып барғаннан кейін өзі Мюнхенде мектебінде отырсам, телефон келді. Телефон келді, маған айтты, Мұстафа Өзтүрк, сенің істеген қызметіңе біз ризамыз. Оған президентіміздің де хабары бар. Саған рахмет деп. Звондаған кім? Звондаған сыртқы істер министрлігінен. Ал қазір, мысалы, қазір мен қайда барам, қайда жүрем, еркін. Ал ол жігіттер де менің қасында. Менімен бірге, менің достарым, менің ағаларым, мысалы. Бір күн шығып кеттік те ауылды көргім келді. Ауылдарға барайыншы деді. Алматы шетіне шығып кеттік те бір машинамен. Бір үйге кіріп бардық. Ой, шөлдеп қалып едік. Айраныңыз бар болса, не бір қымызыңыз бар болса, бір шыны беріңізші. Күтіп алып, кіргізіп отырдық. Бауырсағын алып келді, дастарханын жайды, айту, ар жағында тыққан қандай нәрсесі бар, бәрін алып келді. Ішіп алдық. Айран іштік, қымыз іштік, сосын рахмет, енді кетіп барамыз деп далаға шықсақ, машинаға отырғанда 1 минутқа деп сөйтті. Бұлай қарасам, ана үйдің иесі маған айтады, сіз Мұстафа Өзтүрк емессіз бе? Иә, мен Мұстафа Өзтүркпін десем, ойбайды салып бақырып, біздің үйге Мұстафа Өзтүрк келді деп, сол ауылды ал көршілеріне бақырып шығыңдар, шығыңдар деп мысалы. Ондай күндерді білген. Бұл енді естен. Сіз өзіңіз қалай сезіндіңіз? Енді сезінгенде адамды соншалық сыйлаған неде, сен менің орнымда болсаң істер едің. Мысалы. Сол сияқты, бірақ солай адам баласы солай өмір сүріп кете алмайды ғой. Ар жағында бір нелер жату керек. Сен солсың. Мен солай қызмет істегенмін, солай болғанмын. Осыдан былай не істей аламын? Істегенде өзім емес, бала шағам емес, елмен істей аламын. Әр адамның баласы, сенің де балаң бар. Әр адамның бала шағасы бар, үйі бар, сәмиесі бар, мысалы. Үй іші бар. Ал ар жағында елі бар. Еліңе не істей аласың? Не бере аласың еліңе? Не бердің, не бере аласың? Кеше недің, бүгін несің, ертең не боласың? Ал бұл сұрақ, жалпы айтқанда, өз ұлтымыздың үстінде қойылатын сұрақ. Кеше недік? Кеше батыр аталарымыздың артында соншалық үлкен жерді қорғақ балған батырлардың ұрпағы едік. Асыл тұқым едік. Бүгін жаңа бір өзгеріске кіріп жатырмыз. Бір демократияға көшіп жатырмыз. Экономик жағынан көтерілейік деп жатырмыз. Еліміз бай, жеріміз бай, жер асты, жер үсті байлықтарымыз соншалық. Ертең не боламыз? Соған, мен ойлаймын, соған ойластыру керек, соған қызмет істеу керек. Мұсекең өзін саясатшымын деп есептемейді. Бірақ оның сағынған елі егемендік алған кезде істеген істері қандай мақтауға болса да сияды. Саясатшылық есептеуден емес, түсінуден басталады екен, сүйгендіктен, білгендіктен басталады екен. Қазақ елінің осы бір қара баласы өзіне өмір берген үлкен спортпен қош айтыспақшы. Адам жаны жұмбақ қой. Қиын әрине. Елім деп жүрген ердің нағыз биіктен көрінетін шағына жеткенде үлкен өнермен қош айтысу әрине өкінішті.
Meni қинаған бірақ сұрақ. Азамат өкінбей ме? Елімдеп жүрген ердің ертелі кешті еліне бір пайдасы тимеуші ме еді? Қазақ еліндегі әлем таныған таеквондо өнерінің кеңінен құлаш жаюына бір себепкер осы бір қарапайым қазақ ұлы Мұстафа Өзтүрік емес пе? Былайын айтқанда, бір спортшының ең үлкен ішінде жатқан дүниесі болады. Бұл дүниярында менде де болған. Мен өзі ұлтымның, өзі мемлекетімнің туын алып шықсам, сол тудың астында көрінсем, сол тудың астында қызмет істесем деген арман болған. Ал ол арманға мен Америкада жеттім. Түркияға бардық, Италияға бардық, мысалы Энгландқа бардық. Сол жерде өз мемлекетіміздің туын желбіреттік, көрсеттік. Міне қазақпыз дедік, Қазақстаннан келдік біз дедік. Америкада болған әлем чемпионатына барған кезде сол менің есіме түсті. Бұдан артық не бар маған? 86 мемлекет қатынасқан дүнияның бәр жағынан келген мемлекеттердің спортшыларының ішінде біздің Қазақстанның да спортшысы болған. Біздің туымызда желбіреген. Ал онша жақсы бір қуаныштың ішінде мен қоштаспасам, қашан қоштасам? Мысалы, бұл ішінде жатқан бір арман еді. Мен шетелде тудым, шетелде өстім. Өзі жерімді, өзі елім тауып алғаныма міне 4 жыл болды. 4 жылдан бері қызмет істедім. 4 жылдан бері бәрін жасадым. Үйімден де айры болдым. Мысалы, неден де айры жүрдім. Ал қызметімнің аяғында сондай дәрежеге жеткеннен кейін, сондай жақсы күнде қоштаспасам, менің арманым орындалды ма, орындалмады ма? Мен саған сұраймын енді. Мысаға, енді шын айтсақ, мұсылман жұртындағы 6-шы дән алған сіз екесіз. Оның үстіне сіз қазақтың баласы екесіз. Енді бұдан былай қалай болады? Сонда қазақтың таеквондодағы бар биігі сол 6-шы данмен шектеліп қала ма? Жоқ. Менің даным мына әскердің иығындағы не сияқты? Жұлдыздар сияқты. Жыл сайын уақыты келгенде менің даным өсе береді. Енді былай айтқанда, мен 6-шы дан болып қалдым, мұсылмандардың ішінде жалғыз болып қалдым, өлгенге дейін жалғыз болып қаламын. Себебі ол бұлайынан кете береді. Енді біреу басқа бір мұсылманның баласы 6-шы дан болғанда мен де 7 болып кетемін, 8 болып кетемін. Ал мен қашан өлдім, қашан мені жерледіңдер, сол кезде менің даным тоқтайды. Сондықтан қазақтың бір жаман баласы 6-мен тоқтамайды, ары қарай 7, 8, 9 деп кете береді. Мұстафаны түрк журналистері былай деп отыр. Бұл дейді түрк еліндегі спорт саласындағы азаматтардың ішіндегі бірінші орын алатын азамат дейді. Сол Мұстафаның сондай орны бар, мысалы, түрк елінде. Ол бізге, мысалы, үлкен мақтаныш қой. Мұсекең жұмбақ, Мұсекең қарапайым, Мұсекең жұмсақ. Елдің көп Мұсекеңді батыр дейді. Батыр осындай болушы ме еді? Бәлкім шынында да өзін өзі қазақтың қара баласымын дейтін азамат үшін ең биіктік осы шығар. Сағынған да осы болар. Сіздер қазір Мұсекең түскен тағы бір үлкен фильмнен үзінді көресіздер. Батырлықтың табы бар онда. Hadi geç. Al. Şunu muhakkak imzalatın. Otur bakalım. Biz gidelim. Hadi. Yeah.
Çocuklar, durum oldukça ciddi gözüküyor. Kazım ve adamları salonunuza almak için her çareye başvuruyor. Ama sevgili kayınpederim, ben o salonu satmak için almadım ki. Mustafa'ma, onun yetiştireceği talebeleri için aldım. Sana söyledim Müşken, artık hocalık yapamam. Erkek жыламайды емес, еркекті жылайтын кезі болады. Ол неге жылайды? Біріншісі, еліне болған сағынышында жылайды, елін іздегенде жылайды. Екіншісі, сол өлімде жылайды дегендей. Мен бір жылаған жерім бар. Бұл Түркияға алғаш Қазақстанның командасы болып, Қазақстан халықаралық жарысқа Қазақстан атымен шыққан кезде сол шәкірттерді ертіп барып жарыс болатын жерге барғанда біздің туымыз желбіреп тұрды. Қазақстан туы желбіреп тұрды. Сол қанша мемлекеттің ішінде сонда толқынып жылағам. Осындай күнді Құдай бізге көрсетті. Осындай менің туымда желбіреді деп. Сол кезде біздің үш спортшымыз финалге қалды. Финалге қалды да, енді финал ойнайын деп жатыр. Сөйтіп біздің жігіттердің бірі үшеуін жиып апты, былай деп жатыр екен. Ой, енді не қылма, байқаңдар, аналар енді мықты спортшылар, Еуропа чемпионы болғандар, бастарыңды байқаңдар, енді екіншілікті жетеді бізге анау мына деп. Соны естідім де, зауық беттім. Бардым, ана айтып жатқан жігітке ұрыштым. Не деп тұрсың сен? Ана үш бауырымды ертіп барымда бөлмеге кіргізіп, біраз сөйледім оларға. Не деп сөйледіңіз? Не ағып келдіңдер дедім. Осы жерге не ағып келдіңдер. Маған және менің еліме екінші орынның керегі жоқ. Бірінші орын керек маған. Егер сендер қазір финалдасыңдар, жеңіліп қалсаңдар, не беттеріңмен елге барасыңдар? Қай беттеріңмен?
Егер мен сендердің орындарыңда болсам, мен өзімді бетсіз деп санар едім. Сендер осы жарысқа кіресіңдер, алтын аласыңдар дедім. Бірінші орынды аласыңдар. Алмасаңдар, сендерді осы Стамбулға көміп кетем мен дедім. Енді біраз олардың ішкі дүниясын қозғап жібергенде, сол жігіттер айтты. Өлтіреміз деді. Өлтіреміз деді. Олардың ішіндегі жатқан дүниясы әрине аруаққа сыйынған, әрине өзі ұлтын жақсы көрген, елін жақсы көрген деген әңгіме ғой. Сонымен үшеуін жарысқа салдық. Екеуі бірінші орын алды. Біреуі жеңіліп қалды. Техникаларды онша жақсы емес біздің жігіттерін. Аз бір уақыт болған ғой. Бірақ соның ішінде, соның арасында ар жағында жатқан бір дүние олардың соларға сол бірінші орынға жеткізіп отырған. Екеуі бірінші орын алды да, оларды сол маңдайынан сүйіп мен айналайындар, рахмет сендерге. Бұл сендердің біріншіліктерің емес, бұл Қазақстанның біріншілігі. Тұңғыш рет шығып отырған осы жарыста сендер бірінші орынды алдыңдар. Рахмет деп сөйтіп едім. Үшіншісі жоқ. Жігіт жоқ. О, қайда кеткен? Арыз дейміз, беріз дейміз жоқ. Сөк бір түкпірде отырып жылап отыр екен. Сосын мені көрді де сол тыпырлап, аға, енді мені кешіріңізші. Ендігі жол жасайым. Ендігі жол жібермейім. Деп сол мен әдей оған бір ішкі дүниесінен қыбырлап, ендігі жол саған жоқ. Не, сен Қазақстан спортшы жоқ деп бедің. Қазақстанда сенен басқа ешкім болмайды деп бедің. Жоқ, енді сен келмейсің, енді шықпайсың. Деп сөйдім, ол сол өкіріп жылап. Сосын айналайын дедім. Рахмет, сенің осы көзіңнің аққан жасыңа рахмет. Осы еліміз үшін, жеріміз үшін жылағаныңа рахмет. Себебі сенің ішкі дүниеңді мен сезіп тұрмын, көріп тұрмын. Саған рахмет. Сен чемпиондардың чемпионы боласың. Егер осы сезімді ұстап тұрсаң, егер Құдайға сеніп, аруақтарға сеніп тұрсаң, сен чемпиондардың ең үлкені боласың, айналайын. Үмітіңді үзбе. Сен спортпен жағаласа бер, деп сөйтті. Сол кезде бір толғану. Одан кейін сол Германияға бардым. Германияға барсам, сол жарыс туралы, ана біздің сол теквондоның тренерлері айтады, қалай сендер Қазақстан 2 алтын шығардыңдар? Қалай болды бұл? Ол енді мүмкін емес қой 2 жылдың ішінде соншалық деген әңгіме. Сосын мен айттым, сендер егер әлем чемпионы болам, бәрін жібермеймін десеңдер, біз сендерді шақырамыз, біздің елге келіңдер. Ал келгенде біз сендерге техника бермейміз. Біз сендерге беретініміз қазы қарта және отырып ап қымыз ішесіңдер. Қазы қарта жесеңдер, қымыз ішсеңдер, сендер чемпиондардың чемпионы боласыңдар деп сөйткім. Сол күліп қалғанбыз. Мысалы, сонымен жарай, әр ұлттың өзіне бір сәй несі болады ғой? Бір мақтанатын несі. Ал біздің де мақтанатынымыз қазымыз, қартамыз, батырлығымыз. Қазақтан сағынасыз ба сіз сол жақта жүргенде? Неге сағынбаймын? Бір түлкінің дейді, қайтып айланып келетін жері ішік тігетін дүкен дейді. Егер мен түлкі болатын болсам, менің қайтып айланып келетін жерім сол ішік тігетін дүкен Қазақстан. Басқа қайда барам? Қай жаққа барам? Мінекей ағайын, рухы күшті, діні күшті, ділі күшті Мұстафа Өзтүрік осы. Қазақтың қара баласы, асылдың сынығы, жақсының жалауы, биіктің сұлуы, көңілдің ағы. Иә, осындай рух, күш тек қана Қазақтан даритын шығар.
сағыныш деген бөлекше бір жері бар. Сағыныштың. Көптеген енді ұлттар іздейтін нәрселер бар. Ондай енді дүнияның немелерін іздейді. Енді қазақ көбінен туыс іздейді. Елін іздейді. Сіздер әзір елдің ішінде, ауылдың ішінде жүрсіздер. Сіздер мүмкін біз ұқсап сағынбайсыз. Сағыныш деген сары сағым, алыстап та кетпейді, жақындап та келмейді. Жанарыңның алдында, жүрегіңнің түбінде тұрады да қояды. Мұстафа табанына тимеген топырағын, таңдайына татпаған қарасуын 35 жыл аңсаумен ата жұртына жетсе, құлағымызбен естігенді көзімізбен көріп, таудың шыңында, желдің өтінде, әлемді аузына қаратып өскен қарапайым қазақтың қара баласына қолымыз енді ғана жеткенде, топ үйірден озып шыққан дарабозымыз көз алдымыздан оқ бойы озған күйі өтті де кетті. Сол Мұстафасын бүгін халық сағынуда. Біз мына қанийді бәрін бірге спортқа алғаш бастатқан мен болатын, күреспен бастаған бұлар. Менің енелерім ғой бұлар. Кейін Мұстафа сол Тайваньға кетті, онда білесіздер. Қани қазір Мұстафа теквондоның маманы болып келді. Қани мына каратенің спортта каратенің маманы. Осы жерде Түркияда жетіскен. Жақсы. Мұстафа өлген жоқ. Мен өзім жүрегімде өлген жоқ деймін. Мұстафа бар. Мұстафа тірі, әлі арамызда. Мұстафа дүниеден өтті дегенде, еңбектеген баладан еңкейген қартына дейін қайғыға батып қабырғасы қайыспаған адам қалмады. 40-да қыршын кеткен азаматтың қазасының сырда жұмбақ. Алланың әмірінен ишара, жылаймын да шыдаймын дейді Мұстафаның анасы бізбен әңгімесінде. Сан мыңдаған ұлттың арасында жүріп, қазақпын деп кеуде қағып өткен батыр ұлымыздың бейіті мәрмәрден салынған мәңгілік аулында анадайдан өзіне шақырады. Қыр басынан қазағына көз салып, қара бұлтын селкісі келгендей, Түркияда Қазақстаннан барған қандай топ болса да, Күніштідегі Мұстафа бейітіне зират етуді басты мақсат санайды. Туған елім қазақ халқым деп, қара дауылды қақ жарған Мұстафа артынан келген қалың халқының дүбірін сезіп те жатқан болар, кім білсін. Дүниені аралап, қаншама жылғы жинап терген білім тәжірибесін туған халқының алдына келіп жайып салғанда Мұстафа. Қазақстанда кеш қалып кенже дамыған таеквондо өнерінің ертеңіне Мұстафаның қазасынан кейін алаңдаған жұртшылықтың күдігін сейілтіп келе жатқан бүгінгі шәкірттері Мұстафаның әруағын шақырып арқаланады, ұстаздарындай арыстанша айбаттанады. Мен таеквондоға 6 жасында келдім. Таеквондоға қасып, үйреніп жүрмін. Ұстазың кім? Қайрат. Ұстазымның аты Мұстафа Өзтүрік. Мен Мұстафа Өзтүрік сияқты күшті әйгілі болғым келеді. Қара белбеуді кім тақты саған? Маған Мұстафаның ұстазы тақты. Ұстазымыздың өмірден солай ерте кеткені бәріміздің қабырғамыз отады шәкірттеріне. Енді Қазақстанда жалғыз мен емес қой шәкірті. Көптеген артында шәкірттері қалды. Енді өзінің ағамыздың марқұм көз тіркесінде ашып кеткен
ең бір мектебім бір осы болатын. Өзі атын қойып, сол кезде ашқан. Осында келіп талай сабақтар беріп, шәкірттер үйреткен мектеп осы. Талай енді бұлай қазақша айтқанда ізі қалған. Мектептен кейін Түркияда İstanbul'da bir мектеп аштық. Ол İstanbul'da біздің қазақтар тұратын жерде. Ал енді Қазақстанда міне мектептер ашып жатырмыз. Бұл мектепті осы жердегі өз бауырларым үйренсін деген ниетпен бірінші ниетіміз осы. Осы жерде Бексейіт деген азамат басқарады оны. Бізде уақытымыз болғанда кеп тұрамыз, жиі кеп осы жерден сол жақсы спортшыларды алып кетіп, ана жақтағы мектепке үйренетін қып сөйтіп қоямыз. Acayip kuyga yenersin. Atan men marhum, babamның sonda beyti. Soğa gel kalkan, yelemey getdau demesin. Demesin. Soğa gel kalkan, yelemey getdau demesin. Basına varsan, tüsav ketmey yerde var. Kasına balan, şön biler birev yerde var. Atımdan benim toprak tasta iyili. Әкемнің осы сағыныш күйін шерте бар, шерте бар. Прошло 16 лет со дня смерти спортсмена, шестикратного чемпиона мира по тэквондо, обладателя черного пояса, известного общественного деятеля Мустафы Устюрка. Обстоятельства его смерти до сих пор остаются тайной. Почему? Сегодня мы расскажем вам о неизвестных фактах из жизни этого выдающегося человека. С вами программа «Что наша жизнь?» и я, ее ведущий, Жан Байжанбаев. 11 марта 1995 года во Дворце спорта имени Балуана Шолака в городе Алматы проходило очередное соревнование по кикбоксингу. Мустафа Устюрк никогда не пропускал такие события. Приходил поболеть и взбодрить спортсменов. И в этот раз он был там. После окончания турнира он, как обычно, попрощался со всеми. Мы встречались с ним каждую субботу. И вот в тот день я тоже был у него дома. Мы поужинали, поговорили, и я остался ночевать. На следующий день, в воскресенье, я уехал. А Мустафа сказал, что обязательно пойдет на финал соревнований. Спустя 2 дня, 13 марта, к нему приехал друг Бексиит Тулькиев. Оказалось, что Мустафа весь день плохо себя чувствовал. Бексиит остался присмотреть за ним. И тут состояние Мустафы резко ухудшилось. Друг незамедлительно вызвал скорую помощь. Врачи сказали, что ему надо лечь в больницу. Там ему окажут необходимую помощь.
Мустафа сразу же был госпитализирован в Центральную клиническую больницу медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан, которая больше известна в народе как больница Совмина, на пересечении улиц Фурманова и Шевченко. В тот же день его навестили самые близкие люди. Когда Мустафа хотел подняться с места, врачи ему не разрешили вставать. После того, как они ушли, он попросил меня, своего близкого друга, узнать о состоянии его здоровья. Я вышел на улицу, спросил у врача, как он, что с ним случилось. На что доктор ответил, что состояние неутешительное. Как раз тогда и подошли Бексиит вместе с Имангали. Решили, что надо оповестить маму Мустафы, его супругу. Я прямо вздрогнул от этих мыслей. Мы ведь с самого детства знакомы. Мустафа, находясь в больнице, даже не подозревал, какая опасность грозит его здоровью. Когда я вышел на улицу, услышал, как Имангали разговаривал с врачом и говорил тому, что они должны приложить все усилия для спасения Мустафы. Родители Мустафы в 30-е годы, в смутные времена для нашей страны, были вынуждены скитаться по Азии. Китай, Индия, Пакистан. В конце концов, они остановились в Турции, где в 1954 году и родился знаменитый спортсмен. После окончания школы он поступил в Тайваньский университет, где освоил не только журналистику, но и боевое искусство таэквондо. Ежедневные тренировки принесли свои плоды. Мустафа Устюрк стал не просто участником, но и победителем международных соревнований. Согласно международным требованиям, обладатели черного пояса 6-го дана не имеют права далее участвовать в соревнованиях. Мустафа Устюрк стал единственным казахом, который, защищая честь другой страны, одерживал яркие победы и достиг высоких результатов. Но несмотря на все свои достижения, он не мог перебороть тоску внутри себя. Победы не приносили радости, успехи не делали его счастливым. Он больше не хотел жить и выступать за чужую страну. Мустафе не хватало тепла родины. Вернуться на родную землю. Это всегда было мечтой отца. А теперь стало его целью. Позже он уехал в Германию. Там Мустафа Устюрк стал тренером по восточным единоборствам и обучал полицейских и военных из спецподразделений. А потом открыл свои школы в Германии и Турции. Его успехи удивляли. В 1980 году сборная Турции, которую тренировал Мустафа Устюрк, завоевала на чемпионате мира 2-е место. А ведь всего несколько лет назад в этой стране и не подозревали о существовании таэквондо. Международные соревнования прославили имя талантливого казаха. Он будто наводил мосты для сотрудничества, знакомил мир со страной, которая еще не очертилась на мировой карте. История жизни Мустафы Устюрка интересна и насыщена, ведь он родился в Турции, жил там какое-то время, жил он и в Германии. Но то, как сильно он любил свою историческую родину, его неподдельные чувства просто поражают. Мало кто знает, что в эти годы Мустафа Устюрк снимался в 6 остросюжетных фильмах турецких режиссеров, где сюжетная линия развивается вокруг восточных единоборств. Более того, он даже пишет сценарий к фильму «Алатай». Его патриотические чувства присутствуют и в фильмах, в которых он играл. Например, в фильме «Алатай» он исполнял роль главного героя. И в тот момент, когда дело доходит до драки, он прячется, потому что не хочет лишний раз демонстрировать силу. И тут противники, пытаясь вывести его из укрытия, кричат: «Выходи, если ты храбрый». Но герой не выходит. Во второй раз они уже кричат: «Покажись нам, если ты мужчина». Но и на это он не поддается. А третий раз уже прозвучали слова: «Выходи, если ты казах». И тут он сразу же выбегает. В принципе, такой метод встречается в мировом кинематографе. К примеру, во всех фильмах Джеки Чана подчеркивается, что он китаец. Но Джеки Чан родился и вырос в Китае. Там научился китайскому кунг-фу, а Мустафа родился совсем в другой стране. Тогда и Казахстана не было, был Советский Союз. С этой точки зрения его любовь к родине неописуема. Таких отважных и преданных людей нам сейчас и не хватает. В середине 80-х годов Мустафа Устюрк жил в Мюнхене, но его имя буквально гремело в казахстанском обществе. Известный художник и спортсмен Бексиит Тюлькиев, лидер Республиканского комитета комсомола Имангали Тасмагамбетов, талантливый режиссер Талгат Семенов.
Все хотели познакомиться с казахом, добившимся поразительных успехов за рубежом. Весной 1990 года Мустафа впервые приезжает в Казахстан по приглашению секретаря комитета комсомола Иманғали Тасмагамбетова. Так он описал свои ощущения в тот момент, когда сел в самолет. Я сел в самолет и оглянулся по сторонам. Было много людей, говоривших по-казахски. И тут включили музыку. Внутри самолета заиграла домбра. Там, где я жил, такого не услышишь. Народ наконец встретился с легендарным Мустафой Устюрком и убедился, насколько он силен, храбр, обаятелен. Ему был оказан прекрасный прием. Слушатели внимали каждому слову и с уважением смотрели на него. И этот сильный человек, обладатель всевозможных наград, тоже дал волю чувствам. В глазах спортсмена стояли слезы. Он вернулся на родину. Это были минуты истинного счастья. Keşke alan sakranda uzak alıp gezge var. Arabada parnım kay vakta kazaktın. Kuanışı bol kavuştunun olsun basın kanatın ayrılmasın. В том же году он не просто давал показательные выступления, знакомил с искусством таэквондо, но и принял решение готовить молодежь Казахстана к международным соревнованиям. Тогда ему пришлось уехать. Второй раз он приехал в Казахстан осенью 1990 года. Невозможно передать всю внутреннюю борьбу Мустафы. Он сравнивал любовь и тоску по родине с болезнью. И вылечиться от нее нельзя. И сама по себе эта любовь тоже не проходит. А без корней истории теряется весь смысл жизни. В этот раз Мустафа приехал с четкой целью развивать таэквондо в Казахстане. И вместе с ним с трапа самолета спустилось 10 учеников и 2 иностранных журналиста. Тогда меня принимал президент страны, и я пошел на прием вместе с этими журналистами. И Нурсултан Ага сказал им: я приглашаю своего брата, президента Турции Тургут Озала, к нам в страну. После возвращения об этом приеме одна газета писала 8 дней, другая 7. Потом уже во всех газетах появились слова: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приглашает Тургут Озала. Ведь два этих народа очень похожи и по языку, и по менталитету, и по верованию. В общем, приехал к нам Тургут Озал. После этого страны стали тесно сотрудничать. И потом, когда я уже сидел у себя в школе, раздался телефонный звонок. И кто-то произнес в трубку: Мустафа Устюрк, мы знаем о твоих достижениях. О них знает и президент. Спасибо тебе. В 1990 и 92 годы Мустафа создает систему специализированных спортивных школ в республике. Он всегда относился ко мне как к брату, родственнику. На тренировках он был требовательным, строгим, а в жизни совсем другой. Он был большим патриотом, как любил свой народ. Этим и притягивал к себе. 1991 год. Это время стало особенно важным в истории страны. Мустафа тоже с волнением ждал независимости Казахстана. А в чем причина этого? Он верил, что Казахстан когда-нибудь станет независимой страной. И не просто верил в это. Он понимал, что страна, которая занимает территорию, колыбель туркоязычных стран, должна выйти на первый уровень. И складывается впечатление, будто он приехал создавать условия и предпосылки для обретения независимости.
В тот момент, когда приехал Мустафа и Казахстан получил независимость, я бы отметил как появление радуги после дождя. Именно такой светлый образ у меня ассоциируется с Мустафой. Появление такого человека, как Мустафа, честного и прямого, было своевременным для всего казахстанского общества. Переломный момент в истории молодежь переживала вместе с ним. Она с большим интересом принимала то новое, что привез Мустафа. Он стал кумиром молодежи. Все признавали, что перед ним никто не мог спокойно делать упражнения. Он заходил в зал и первым делом обращал внимание на окна. И говорил, если окна не запотели, значит вы занимаетесь полсилой. И начинал гонять всех. Именно благодаря этому за короткое время он вывел своих учеников на международный уровень. Через некоторое время его ученики стали участвовать в чемпионатах мира в Америке и Турции. Это были решающие схватки, результат труда целого года тренировок. Как-то раз трое наших спортсменов вышли в финал. И во время тренировок кто-то из ребят подошел к спортсменам и начал разговаривать с ними. Мол, ребята, будьте осторожны, это чемпионы Европы, берегите головы. Нам хватит и второго места. Я услышал эти разговоры и разозлился. Подошел и накричал на того человека, который это говорил. Потом завел парней в комнату и стал с ними говорить. «Что вы сказали?» Я спросил, «Зачем вы сюда приехали? Для чего? Мне и моей стране второе место не нужно. Сейчас вы вышли в финал. Как же вы покажетесь народу, если проиграете? Если бы я был на вашем месте, мне стало бы стыдно. Вы сейчас пойдете и возьмете золото, первое место. А если не возьмете, я вас сам закопаю здесь, в Стамбуле». И когда я таким образом настроил их, они ответили, что сделают все. Внутри у них была и вера, и любовь к своему народу. В итоге двое из троих завоевали первые места. Потом я поцеловал их в лоб и сказал: «Спасибо, дорогие мои. Это не ваша победа. Это победа Казахстана. Первый раз вы выехали на такое соревнование, и сразу же такой результат. Спасибо вам». Смотрим, а третьего нет. Искали, оказалось, что он сидел в укромном углу и плакал. Увидев меня, он поднялся и пролепетал: «Простите, пожалуйста, в следующий раз у меня все получится. В следующий раз я смогу». А я специально, чтобы проверить силу его духа, сказал: «Следующего раза для тебя не будет. Ты что думаешь, в Казахстане больше нет спортсменов? Ты больше не приедешь». И тут он просто начал рыдать. И тут я, конечно, стал говорить по-другому. «Спасибо, дорогой, за эти твои слезы. Ведь тебе обидно не за себя, а за страну. Я понимаю тебя. Ты будешь еще великим чемпионом, если не растеряешь этих чувств. Не теряй надежды и не уходи из спорта». Мустафа воспитывал своих подопечных не только в плане спорта. Он воспитывал в них чувство патриотизма, согласно национальным традициям. У него был девиз, который он всегда повторял: «Народ, чей язык и религия умерли, не выживет». Поэтому он придавал очень большое значение этим двум понятиям. Сейчас мы понимаем, что Мустафа в свое время выполнял идеологическую задачу целого государства. Он всегда говорил, что Казахстан достоин первого места. Политика в первую очередь должна начинаться с любви к родине. Только тогда ты сможешь помочь своей стране. Именно такого принципа придерживался Мустафа. Мечта Мустафы — это быть первым в любом деле. И с одной стороны я понимаю его, как народ, который построил государство на великой земле, прародине тюрков. Мы обязаны быть первыми во всем. Позже Мустафа выдвигает свою кандидатуру на пост депутата Верховного Совета. Но его не поняли и не приняли. Его великим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Я считаю, что это случилось из-за непонимания, ведь он был фаворитом, но его не пропустили именно из-за этого. Ведь на самом деле никто ему не говорил, чтобы он вмешивался в политику, решал проблемы страны. Он сам захотел стать избранником из народа. У меня была мечта выступить под знаменем своей страны, работать, трудиться во благо Родины. Я добился высот в Америке, Турции, Италии, в Англии, и там мы поднимали наш флаг.
Мы смогли показать всему миру, какая это страна, Казахстан. Эти мысли меня посетили в Америке. Это непередаваемые чувства. Что может быть лучше этого? И 15 марта его состояние оставалось неутешительным. Не только друзья и близкие люди, но и доктора были крайне обеспокоены его здоровьем. Но, несмотря на то, что врачи сделали все возможное, им так и не удалось спасти Мустафу. Около часу дня, 15 марта, я вышел из больницы. Надо было позвонить домой, Мустафе, чтобы все приехали. Ведь ему становилось хуже. Я оповестил всех, позвонил в Германию, все собрались приехать. Тогда ведь не было прямых телефонных разговоров, все через связиста. Я потерял на это много времени, и обратно в больницу я пришел уже в 17:35. Все кричат, плачут. Честно говоря, я подумал, что причина в чем-то другом. А потом один врач, который очень сильно привязался к Мустафе, сказал: мы потеряли его. Не помню, что было дальше. Я упал в обморок. 15 марта 1995 года в 5 часов 35 минут ушел из жизни великий спортсмен, известный общественный деятель, настоящий патриот и гордость своей страны Мустафа Озтюрк. Когда я пришел в себя, вокруг были только самые близкие люди. Бексит и Имангали в том числе. Я спросил у них, что случилось. Они ответили: что это все произошло не за 3-4 часа. Его организм был отравлен, и он жил все это время только благодаря силе духа. Мы не можем не соглашаться с врачами, которые сделали такое заключение. Так сложилась его судьба, и ему было суждено умереть именно на родной земле. Вокруг смерти Мустафы Озтюрка много предположений и догадок, но нет достоверных фактов. Кто-то говорит, что его травили едой, кто-то считает, что яд намазали на тело. А третья версия гласит: все это дело рук так называемых ракетиров, которые процветали в те времена. Существует также версия, что эта смерть была нужна группе противников национальной идеологии. В смерти великого спортсмена были негласно обвинены даже некоторые представители власти. Но несмотря на то, что причина смерти была известна врачам, полиция не спешила проводить следственные мероприятия. Это и вызвало подозрения. Причина смерти оставалась загадкой только для простых людей. Но врачи ведь все знали. Поэтому мы попросили руководство той самой больницы, в которой умер Мустафа, разрешить нам изучить архивный документ «Заключение о смерти». Но, к сожалению, администрация в своем официальном ответе объявила, что это врачебная тайна. Итак, что именно стало причиной разрыва желчного пузыря и отравления? Болезнь или... Единственное, что вызывает подозрение, это сама смерть. У него было еще столько целей и планов. Он воплотил лишь одну из сотен идей. Но что бы мы ни говорили, остается принимать это как судьбу. Мать Мустафы принимает решение забрать тело сына в Турцию и похоронить его. Вернутым в казахстанский флаг гробом на борту поднялся ввысь. Казалось, что Мустафа забирает тайну своей смерти вместе с собой навсегда. Мама его после того, как немного оправилась, сильно сожалела, что не похоронила Мустафу в Казахстане. Я помню, что после его смерти приезжали учителя, наставники, и один из его учителей сказал: я знал, что этот мальчик не турок, что он из воинственного и храброго народа, потому что я сразу заметил какие-то отличительные черты, другие качества в нем, и оказалось, что он казах. Я помню, как они поражались. К сожалению, они приехали только через год после смерти Мустафы. Его наставник говорил, что у него было 5 учеников, и Мустафа был самым лучшим из них. И добавил, на земле с такой природой, с такими людьми не мог родиться другой человек. Как-то раз мы были в Германии. Он сказал, что купил машину, Ягуар. Мы с ним катались всю ночь. И я тогда подарил ему кассету с песнями Жанар Айжановой.
Помню, как он тогда был тронут. Он сказал: «Таке, ты знаешь, для того, чтобы любить и понимать казахов, мало только родиться казахом. Нужно долгое время провести за рубежом, и только тогда ты будешь по-настоящему тосковать по родной земле». Я соскучился по народу. В машине звучали песни Жанар, а он рассказывал мне о своей тоске. Мустафа в свое время стал символом сильного, мощного и сплоченного Казахстана. Одно лишь имя его заставляло молодежь выпрямиться, быть достойным его. Ведь он призывал любить и ценить свою родину. Мустафа останется в нашей памяти не только как таэквондист, но и эталон мужества, решительности и патриотизма. С вами был Жан Байжанбаев. До скорых встреч в эфире. Ровно через неделю в программе «Что наша жизнь?» Откровение 3 женщин. 3 судьбы и одна общая проблема на троих. Жизнь без детей. Все подробности 7 июня в 20:05 на телеканале Ель Арна. Не пропустите следующий выпуск программы «Что наша жизнь?».